Армысыз құрметті көрермен, серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Аралдың экологиялық ахуалы әлем назарында. Биыл қыркүйек айында өтетін бір тұтас су саммитінде осы өзекті мәселе талқыға түседі. Бұл бастамаға Франция мемлекеті айрықша қолдау көрсетіп отыр. Осыған орай Франция президентінің арнайы өкілі Барбара Помпели бастаған делегация Қызылорда облысына арнайы келіп, Аралдың жай-күйімен танысты. Франция делегациясы алдымен балықшылар музейіне барды. Мұнда теңіз өлкенің бай тарихы хатталған. Өткенге көз жүгіртсек, Арал көлемі жағынан әлемдегі 4-ші көл саналатын. Барлығы Тулап шағаласы шулаған айдынның ауданы 70 000 шаршы шақырымға дейін созылып жатты. Жайнаған жағада қайнаған тіршілік сыр балықшылары бүкіл одақты теңіз маржанымен қамтыды. Қазір соның барлығы қиялға қонымсыз ертегі іспетті. Теңіз тарихына тебіренген меймандар көз жастарына ерік берді. Көкарал бөгетін салу арқылы Аралдың солтүстік жағын сақтап, Кіші Аралды аман алып қалды. Аралды құтқару қоры құрылған. Қазір осы атқарушы комитеті біздің Қазақстанға көшті. 3 жыл біз басқарамыз. Біздің президентіміз осы қордың басшысы. Соған ол қызықтырған осы 5 мемлекеттің арасында су бөлу мәселесі, Арал құтқару мәселесі қалай жұмыс жүріп жатқанына, және осы халықтың тұрған жағдайын көруге келіп отыр. Кезінде толқынды теңіз осы маңға дейін жеткен. Ескі арнаның ізімен қайрандағы қайықтар көп жайды аңғартады. Франциялық делегация өкілдері әр деректі таңданыспен тыңдады. Мұнан соң меймандар аудан орталығынан шалғайда жатқан Көкарал бөгетіне барып, Кіші Арал теңізінің жай-күйімен танысты. Бүкіл әлемдік метеорологиялық ұйым Арал теңізінің қурап қалуын 20 ғасырдағы ең ірі экологиялық апаттың бірі деп бағалады. Бірақ әлі күнге дейін кесімді шешім айтылған жоқ. Ендігі бір үмітіміз Біріккен ұлттар ұйымы аясында өтетін бір тұтас су саммитінде. Аралдың экологиялық ахуалы өте өзекті. Біз мұны біртұтас су саммитінде әлем назарына ұсынғымыз келеді. Жалпы біздің бастамамызбен климаттық өзгерістерді талқылауға арналған бір планета кеңесі бүгінге дейін 7 рет өткізілді. Осы жиындарға 140 мемлекеттің өкілі қатысып, 45 құжатқа қол қойылған. Бұл жолы арнайы Арал мәселесі көтерілетіндіктен нақты бастамалар бекиді деп сенеміз. Екі ел мақұлдасқан маңызды жиын қыркүйек айында өтеді. Онда Франция президентінің арнаулы өкілі Барбара Помпели мен Қазақстан президентінің халықаралық экологиялық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкілі Зүлфия Сүлейменованың Арал сапарындағы біріккен үндеуі жарияланбақ. Жалпы осы One Water Summit шарасының ең басты мақсаты ол су мәселелеріне саяси назар аудару. Әртүрлі мемлекеттерде әртүрлі проблемалар кездеседі. Бірақ осы проблемалардың барлығына да қандай шешімдерді біз ілгерілете аламыз деген ойдан осы дайындық жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Кіші Аралды сақтаудағы күш-жігерімізбен, сонымен қатар Рамсар конвенциясы шеңберінде қорғалып жатқан батпақты жерлермен таныстырып, осы бағытта біздің күш-жігерімізді одан әрі нығайту мақсатында біз не істей аламыз деген ниетпен біз бүгін келдік. Осыдан тура 2 ай бұрын Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің елшілері теңіз тағдырын бағдарлай келді. Еліміздің сыртқы саудасының 40%-дан астамы осы ұйымның үлесіне тиесілі. Былтыр Қазақстанның Еуроодақ елдерімен өзара тауар айналымы 40 миллиард долларға жетті. Сауда-саттық тұрғысында алыс-беріс жақсақ, бірақ экологиялық мәселеге келгенде өнген істен өнбейтін сөз басым. Аралға келіп кететіндер көп, бірақ көрікті ететіндер жоқтың қасы. Дегенмен франциялық тараптың тірлігінен шын достық байқалады дейді мамандар. Жалпы соңғы жылдары қолға алынған бастамалар нәтижесінде Кіші Арал теңізінің деңгейі біршама көтеріліп, балықшы қауымның кәсібі жанданды. Қазіргі таңда енді Арал теңізінің ішіндегі судың көлемі 21 миллиардтан астам көлемді құрайды, текше метр. Қазіргі түсіп жатқан судың көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда жақсы. Оның барлығы біз ойлаймыз, мына Арал құтқару қорына біздің мемлекетіміздің төрағалық жасауының арқасында биылдан бастап және де су министрлігінің құрылуының да үлкен септігі тиіп жатыр. Қазіргі таңда енді былтырғы жылмен салыстырғанда 30 текше метр секундына су түсіп тұрса, былтыр осындай кезеңде 6-5 текше метр секундына су түсіп тұрған. Алдағы уақытта оны сол 70 текше метр секундында су түсіреміз деген болжамымыз бар.
Теңіз тағдырын таразылаған қонақтар орман көшеттерін өсіруге арналған тұқымбақ жұмысымен де танысты. Осында бапталған тал-дарақтар экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында Арал теңізінің ұлтанына егіледі. Сондай-ақ француз делегациясы сыр бренді күріш күтімін көру үшін егіс алқабын аралады. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігімен бекітілген 2024-26 жылдардағы жазғы демалыс кезінде балаларды сауықтырып демалысын бос уақытын дұрыс өткізуге бағытталған іс-шаралар жоспарға сәйкес жүргізілуде дейді білім саласының жауаптылары. Мектеп жанындағы жазғы лагерлерге балалар қабылданып, уақыттарын көңілді өткізу үстінде, ал олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қалай жүзеге асырып жатыр? Сюжеттен көрейік. Білім басқармасы барлық сыртқы тынығу лагерлеріне зерделеу жұмыстарын жүргізді. 2023-24 оқу жылында жасөспірімдер мен балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу, олардың көшелер мен жолдарда қауіпсіз жүріп тұру дағдыларын нығайту мақсатында. Назар аударыңыз, балалар жедел профилактикалық іс-шарасы қолға алынды. Ағымдағы жылдың 15-17 сәуір күндері білім басқармасы жанынан жұмысшы тобын құрып, оның құрамында полиция, санитарлық қадағалау, денсаулық сақтау, төтенше жағдайлар департаменттерінің қызметкерлерін тарта отырып, барлық сыртқы тынығу лагерлерінің дайындығы пысықталған болатын. Лагерь қызметкерлеріне көшпелі семинарлар ұйымдастырылды. Сонымен қатар облыс көлемінде жылда азаматтардың әртүрлі себептермен қайғылы жағдайларға ұшырауы, оның ішінде жаз айларында өрттен суға түсу маусымында судағы балалардың қазасы өзекті мәселеге айналған. Жыл басталғалы облыс аумағындағы өрттің салдарынан 4 адам, су айдындарында әртүрлі жағдайлар мен оқыс оқиға салдарынан 10 адам қаза болды, оның 8-і бала. Күні кеше соңғы жағдай тіркелді. Осыған байланысты ата-аналардан сұранамыз, жалпы балаларды қараусыз қалдырмау керек. Мәселен, кеше Шиелі ауданында тіркелді. Бізде Балаби ауылында 2022 жылға туылған бала үйдің ауласында құрастырмалы бассейнге қараусыз қалып, суға батып кеткен жағдай орын алды. Осыған байланысты барлық ата-аналардан сұранамыз, жазға суға түсу маусымында балалардың мүлдем қараусыз қалдырмау, су жағасына жібермеу жөнінде. Қаза болу мен жарақаттанудың алдын алу мақсатында өсіп келе жатқан жас ұрпаққа өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту, өрт кезінде дұрыс әрекет ету бойынша жалпы білім беру органдарында слайдтар мен бейнероликтерді пайдалана отырып 95 интерактивті сабақ өткізілген. Облыс аумағында орналасқан 317 мектеп оқушыларының ата-аналарына WhatsApp желісіндегі топтар арқылы балалардың судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау бойынша бейнероликтер мен жадынамалар таратылды. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Өңіріміздегі электр сымдарының тозу деңгейі 66% құрап отыр. Қазіргі таңда облыс аумағында 10.491 шақырым электр желісі және 2000-нан астам қосалқы станция бар. 2023 жылы 32 жобаны жүзеге асыруға 7,9 миллиард теңге қаржы бөлінген. Нәтижесінде 677 шақырым электр желісі жүргізіліп, 135 дана қосалқы станциялар орнатылды. Ағымдағы жылы электр жүйелерін жаңғырту бойынша 38 жобаға жалпы 11 миллиард теңге бөлінді. Бөлінген қаржыға 786 шақырым электр желісі жүргізіліп, 175 дана қосалқы станцияларға жөндеу жүргізіледі дейді мамандар. Бүгінгі күні өңіріміздің электр энергиясын тұтыну көрсеткіші 196 мегаватты құрайды. Тозу деңгейін осы 66%-дан 62%-ға төмендету жоспарлап отыр. Қазіргі таңда электр энергиясын тұтыну бойынша облысымыз 196 мегаватт пайдаланса, оның Қызылорда қаласы 97 мегаватты. Полицейлер халықты жолда қабылдады. Бұл бастама жылда өткізілетін жолда қабылдау акциясы аясында қолға алынған. Елімізде республикалық жолда қабылдау акциясы өтуде. Іс-шара Қызылордадан шыға берістегі Самара-Шымкент тас жолының бойында ұйымдастырылды. Негізгі мақсат жол көлік оқиғаларының алдын алу және жол ережелерін көлік жүргізушілеріне түсіндіру. Жолда біздің республикалық маңызы бар автомобиль жолында 26 жол көлік оқиғасы тіркелді. Ол дәл осы жолда. Оның 12 адам сода қаза тапты. 38 адам жарақат алды. Былтырғы жылға қарағанда ол осы шамада болды. 25 жол көлік оқиғасы тіркелсе 2023 жыл. 19 адам қайтыс болған.
Акция аясында әкімшілік полиция, жергілікті полиция және Қазавтожол компания қызметкерлері жолаушы көлік жүргізушілеріне жолдағы мәселелер бойынша көшпелі қабылдау жүргізді. Қабылдауға келушілерді құқық қорғау саласының басшылары мұқият тыңдап, оларға заң төңірегінде жауап берді. Полиция департаментінің атқарған ауқымды жұмыстарына нәтижесінде адам өлімімен ұштасқан жол көлік оқиғалары 37%-ға төмендетіп отырмыз. Қазіргі таңда осы полиция қызметкерлерінің 5 айының көлемінде атқарылған жол жүрісі ережесінің қағидаларын бұзған құқық бұзушылықтар анықтау 8344-ке жетіп отыр. Соның ішіндегі жол апаттылығына әсерін тигізетін 5000-ға жуық өрескел құқық бұзушылықтар болып табылады. Қазіргі осы ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес елімізде жолда қабылдау акциясы ұйымдастырылуда. Акция барысында 100-ге жуық адамға түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, жас инспекторлар арнайы үнпарақтар таратты. Аталған акция полицейлер мен халық арасындағы байланысты нығайту, тұрғындардың құқық қорғаушыларға деген сенімін арттыру және қоғамдағы өзекті мәселелерден басшылардың хабардар болулары үшін маңызды дейді мамандар. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Алсаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктіп арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.